Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен проволокаға обзор жасайтын боламыз. Қандай проволока және не үшін қолданылатынын айтып өтетін боламын. Бізде осындай қарап тұрсаңыздар, әртүрлі размердегі, әртүрлі өлшемдегі проволокалар. Ол біріншісі 0,3 размердегі, яғни 0,3 мм проволока. Менің ең жиі қолданылатын проволокам болып табылады. Қарасаңыздар, осындай жіп тәрізді. Проволока жалпы 0,2 мм басталады, бірақ мен ең көп қолданатыным осылар болып табылады. Келесі ол бізде 0,4 размердегі проволока. Көбінесе гребень, веточкаларды осы проволокалар арқылы жасаймын. 0,3-тен шамалы қалыңдау. Екеуін қарасаңыздар, менде біреуі катушкасында 50 метр, ал екінші 0,3 мм-лік, ол қателеспесем 25 метр болу керек. Және түстері де әртүрлі. Келесі осындай 1 мм-лік проволока. Көбінесе диадемалар жасаған кезде қолданылады. Стразамен қарап тұрсаңыздар, оңай майысады, жұмсақ және осындай форма келтіруге болады. Осындай формадағы веточкаларды жасауға болады. Мен бұны жиі қолданамын, көп қолданбаймын. Именно арнайы сондай ерекше веточка немесе диадемалар жасаған кезде қолданылады. Бұл менде 1,5 мм-лік проволока. Екеуі қарап тұрсаңыздар, айырмашылығы шамалы ғана. Бұндай проволокалар көбінесе восточный диадемалар жасаған кезде, немесе осындай форма беретін диадемалар жасаған кезде қолданылады. Соған основа ретінде қолдануға болады осындай проволокаларды. Келесі проволока менде бұл 2 мм-лік проволока. Осындай шамалы 1 және 1,5-ға қарағанда шамалы қалыңдау. Және осындай ободоктың основасы ретінде де қолдануға болады. Бірақ кескен кезде оңай кесіледі, өте жұмсақ проволока. Осы үшеуін салыстырып қарасақ, яғни бұл бізде 1,5 және 2 мм-лік проволока. Бұндай проволоканы алюминиевый проволока деп айтады, немесе қалың проволока, немесе көбінесе хюррем проволока деп атайды. Себебі хюррем проволока деуінің себебі сол фильмдегі диадемалар именно осындай проволокалардан жасалынады. Сондықтан солай деп айтады. Енді 0,3 мм-ден жасалынған проволокаларға, то есть веточкаларға обзор жасайтын боламын. Бұл гребеньменде 0,3 мм-лік проволокадан жасалған. Яғни 0,3 қарап тұрсаңыздар, көп моншақтарды көтере алмайды, сондықтан жеңіл және арасы ашық болатын веточкаларда жасауға болады. Келесі 0,4 мм жасалынған веточканы көрсететін боламын. Міне осылай шамалы 0,3 мм-лік проволокаға қарағанда шамалы ұстап тұр. Қарап тұрсаңыздар. Вот. Сосын көбінесе қолданылатын 0,3, 0,4 және 0,5 мм-дегі проволокалар болып табылады. Біреуі 0,3, біреуі 0,4. Айырмашылығын қарап тұрсаңыздар, байқайсыздар. Келесі бұл менде 0,5 размердегі проволокадан жасалған веточка. Осындай қараңыз, еш жері майысып тұрған жоқ. Өз формасын ұстап тұр, мынаны қараңыз.
бұл веточкада моншақ көп болғандықтан шамалы көтере алмай тұр. Бірақ шашқа таққан кезде невидимкамен тағады, сондықтан ол білінбейді. 1,5 мм проволока мен бұдан диадема жасаған болатынмын. Диадема змейка деп аталынады. Ал осындай 1 мм проволокадан тоже диадема жасағанмын, стразовый. Және 2 мм де жасағанмын. Вот мынау диадема, например, 2 мм проволокадан жасалған, как ободоктың основасы ретінде қолдануға болады. Осылай форма берсеңіз, формасын дәл осылай ұстап тұрады. Қалай майыстырасыз, соған қарай формасын ұстап тұрады. Қараңыз, өте оңай майысады және сынып кетпейді. Сонымен қатар бұл проволокалардан эльфтің диадемасын жасайды. Қыздар, бұндай диадеманың қалай жасалынуын мен өзімнің онлайн мастер-классымда көрсеткенмін. Сондықтан сіздерді өзімнің онлайн мастер-классыма шақырамын. Нөлден бастап от и до қалай жасалынуын толықтай үйренетін боласыздар. Және мастер-класстың бағасы да өте қолжетімді бағада. 0,4 размердегі проволока 50 метр, ал 0,3 размердегі проволока 25 метр. 0,4 размердегі проволоканың салмағы ауырлау және екеуінің түстері шамалы айырмашылығы бар екеуінің түстерінде. Және бұл проволокалардың тек серебристый емес, әртүрлі түстері бар. Золотистый, зеленый, красный сияқты. Және мен көбінесе осылай бір пачкаде 10 штук болады. Мен осылай аламын. Себебі осылай маған ыңғайлы. Егер сіз енді бастап келе жатқан болсаңыз, онда 0,3-тен 2, 0,4-тен 2 деген сияқты солай аз-аздан алсаңыздар болады. 50 метрлігі 25 метрлікке қарағанда қымбаттау жүреді. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басу арқылы келесі видеоларды алғашқылардың бірі болып көре аласыздар. Онлайн мастер-класс туралы сұрақтарыңыз болатын болса, инстаграмға директке жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.